Құрметті қазақстандықтар, құрметті Түркістан облысының тұрғындары, аса қадірлі саурандықтар және ауылдастар. Мен Байтешев Қанат Тасболатұлы, Түркістан облысы Сауран ауданының білім бөліміне қарасты Тұрсынхан Айтжанов атындағы жалпы білім беретін мектептің директоры ретінде 2023-2024 оқу жылының бірінші жарты жылдығында атқарылған жұмыстарға тоқталғым келеді. Тұрсынхан Айтжанов атындағы жалпы білім беретін мектеп тарихы сонау 1928 жылдан басталғанымен, қазіргі таңдағы жаңа ғимарат 2011 жылы пайдалануға берілген. Сыйымдылығы 300 орындық типтік мектеп. 2023-2024 оқу жылын 796 оқушымен бастадық. 0-11 сыныптарда 796 оқушы болса, 1-11 сыныптарда 756 оқушы, 1-4 сыныптарда 302 оқушы, 5-9 сыныптарда 379 оқушы, 10-11 сыныптарда 75 оқушы, бітіруші 11 сыныпта 35 оқушы. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысамын деп өтініш берген оқушылар саны 26 оқушы, 74%-ді құрап отыр. Яғни, биылғы жылы 42 сынып комплектісімен оқу жылын бастадық. Мектебімізде 109 мұғалім оқушыларымызға сапалы білім мен саналы тәрбие беруде. Мектепте педагог шебер 2 мұғалім, педагог зерттеуші 17 мұғалім, педагог сарапшы 41 мұғалім, педагог модератор 26 мұғалім жұмыс жасайды. Мектепте жартылай жетім балалар саны 26 оқушы, көп балалы отбасынан шыққан балалар саны 493 оқушы, атаулы әлеуметтік көмек алатын балалар саны 37 оқушы, аз қамтылған отбасынан шыққан балалар саны 79 оқушы, үйде оқытылатын, яғни ерекше білім беруді қажет ететін балалар саны 14 оқушы, ыстық тамақпен қамтылған балалар саны 286 оқушыны құрап отыр. Мектебімізде 11 әдістемелік бірлестік жұмыс жасайды. 2023-2024 оқу жылының бірінші жарты жылдығында мұғалімдерге арналған түрлі байқаулардан 27 ұстаздарымыз марапатталды. Педагогикалық идеялар фестивалінің аудандық кезеңінде бастауыш пән мұғалімі Кенжебаева Айгүл жүлделі 3-ші орынға ие болды. Информатика пәнінің мұғалімі, директордың оқушы жөніндегі орынбасары Жолдаспаева Гүлжан облыстық кезеңнен бас жүлдені еншілеп, республикалық кезеңге жолдама алды. Сонымен қатар, оқушыларымыздың жетістіктеріне тоқтала кетсек, оқушыларымызда түрлі пәндік байқаулардан жеңіс тұғырынан көрініп келеді. Қазіргі таңда жалпы республикалық пәндік олимпиадаларда оқушыларымыздың жеткен жетістігі орасан зор. Олимпиадаларға, байқауларға 400-ден аса оқушымыз онлайн, офлайн қатысып, білімдерін шыңдады. Оқушыларымыздың спорттық жетістіктер бойынша мектебіміздің оқушылары ұлттық лига біріншілігінің түрлі жарыстарында жүлделі орындардан көрініп, облыстық кезеңге жолдама алуда. Ұлттық лига біріншілігіне мектебімізден түрлі спорттық жарыстарға 250-ден аса оқушы қатысып, бақ сынады. Жыл соңында Сауран аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен жыл үздігі 2023 байқауында мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Айтимбетова Париза жыл үздігі 2023 номинациясының иегері атанды. 2023-2024 оқу жылының қыркүйек айынан бастап оқушыларымыз бен мұғалімдеріміздің шығармашылығын арттыру мақсатында 11 жоба қолға алынып, қазіргі таңда жүйелі жұмыс атқаруда. Атап айтар болсақ, Open Talks, яғни ашық сұхбат жобасы, Зейін жобасы, Әжемнің ертегісі, жас журналист, интеллектуалды ізденімпаз жобасы, Дода жобасы, Кітапқан кіші жобасы, оқушыларға көркем шығарманы оқыту арқылы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу жобасы,
Батыл студия жобасы, Жасыл мектеп, Құнарлы топырақ дайындау жобасы, Speaking Club жобасы. Осы аталған жобалардың барлығы өз жүйелі жұмысын атқаруда. Сонымен қатар оқушыларымыздың сабаққа деген қызығушылығын арттыру мақсатында 5 күнделік жобасы іске асырылып келеді. Мектебімізде 80 орындық асхана, 96 орындық мәжіліс залы, спорт зал қосымша қызмет жасайды. 2023 жылы жылыту қазандығы ағымдағы жөндеуден өтіп, қазіргі таңда 100% жұмыс жасауда. Құрметті саурандықтар, құрметті Аша елді мекенінің тұрғындары, ескі жылға өтпе жоқ, жаңа жылдан күтер үміт көп дей отырып, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеп, Тұрсынхан Айтжанов атындағы жалпы білім беретін мектеп ұжымының атынан сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Жаңа жылда жаңа табысқа қауышқанша